Нұра аудандық балалар кітапханасы. Алиева Динара Ақанқызы. Асетен халық ертегісі. Кедей мен бай. Баяғыда бір кедей өзінің әйелімен бірге өмір сүріпті. Кедейдің қолына ғайыптан 10 түмен ақша түсіпті. Бұл хабар байдың құлағына жетіп, ол ақшаны кедей бәрібір жата алмайды деп ойлап, қалайда қолына түсіргісі келіпті. Бай кедейдің үйіне барып, оның есігінің алдына шақырып алып, «Ақшаңды маған бер» дейді. Кедей оған, «Сенде ақша онсыз да көп, мен өз ақшама мал сатып алдым. Ешқандай ақша қалған жоқ, сондықтан мен сенің 10 түмен ақшаңды сұрап тұрмын». Олар ұзақ айтысады. Ақырында бай кедейді қорқыта бастады. Кедей, «Жарайды, әйелімен ақылдасып көрейін». Әйелі кедейге, «Біз кедейшілікке әбден үйреніп алғанбыз. Ал баймен ерегіссең, ол сені өлтіріп тастауы мүмкін. Сондықтан ақшаны байға бере сал» дейді. «Жарайды, мен саған ақшамды берейін, бірақ куә керек қой» деген кедей ақшасын үйден алып шығады. «Жоқ, ешқандай куәнің керегі жоқ» дейді бай. «Жоқ, керек» дейді кедей. «Саған қандай куә керек» деп айғайлап жібереді бай. «Сен жер бетіндегі тірі адамды куә еткің келмейтін шығар, бірақ аспандағы жаратушымыз куә екенін ұмытпа» дейді кедей. «Оны білемін ғой» деп селсоқ жауап береді бай. «Онда біздің куәгеріміз сол жаратушымыз болсын. Өлгеннен кейін бәріміздің баратын жеріміз жер. Оны білесің бе?» деп сұрайды кедей. «Білемін. Білсең екінші куәгеріміз жер болсын». Бай адамдардың ешқайсысы куә болмайтынына қуанып, «Әрине келісемін» дейді. Кедей байға ақшасын беріп тұрып, «Ақшамды қашан қайтарасың?» деп сұрайды. «1 аптадан кейін мал сатамын, содан түскен ақшадан сенің 10 түменіңді беремін» дейді. Бай ақшаны алып үйіне кетеді. 1 апта өтеді, тағы да 1 апта өтеді. Бай ақшаны қайтаруды ойламайды да. Кедей әйелмен ақылдасып, байдан ақшаны сұрау керек деп үйіне барады. Бай үйінен шығып, айғайға басып, «Сен мұнда не істеп жүрсің? Саған не керек?» дейді. Кедейдің үндемегенін пайдаланып, бүкіл ауылды басына көтеріп, мына кедейдің өзіне жала жауып тұрғанын, кедейдің маған 10 түмен бергенін көрген адам жоқ, ол маған жала жауып тұр деп байбалам салады. Кедей үйіне бас салбырап, қайғырып қайтады. Оған ақшасын бермегені былай тұрсын, өзіне жала жауып, өтірікші қылғаны жанына батады. Кедей әйелі екеуі енді не істеу керектігін ойластыра бастады. Сол кезде алыс жерде бір әділ қазы бар деген сыбыс естіді. Сол қазыға бару үшін әйеліне нан дайындатқызып алып, кедей жолға шығады. Жолда талай қиыншылықтар көреді. Ақыр соңында қазыға жетіп, өзінің арызын айтады. Қазы бай мен кедейдің куәгер ретінде Құдаймен жерді таңдағанын дұрыс деп таниды. «Біз сенің арызыңды қабылдаймыз, бірақ сен бір жерде тығыла тұр. Біз алдымен байды шақыртып сөйлесіп алайық» дейді қазы. Шақыртқан соң бай келеді. «Бізге кедей келіп сенің үстіңнен арыз айтты. Сен оның 10 түменін алып бермей қойыпсың. Бұл адамгершілікке жатпайды. Сондықтан сен кедейдің 10 түменін бер» деп талап қояды қазылар. Бай бет бақтырмай мойындамай қояды. «Ол кедейде 10 түмен ақша қайдан болады? Мен шірген баймын, сол кедейдің 10 түменіне қарап қалып деп пе-едіңдер?» 5 қазы қанша айтса да бай мойындамай қояды. Қазылар, «Мына бақтың ортасында жол бар. Сол жолмен бақтың соңына дейін жүр» дейді. Бай бақтың ішімен жүріп бара жатады. Жолда темір ілгішке ілінген 3 қазанды көреді. Қазандардың астында от бірдей жанып жатыр. 2 шеттегі қазан суға толтырылған. Ортадағы қазанда су жоқ. Ол оттан қып-қызыл болып балқиын деп тұр. Сулары бұрқылдап қайнаған шеттегі 2 қазанның шашылған суы
ортадағы қазанға түспей бір-біріне құйылып жатты. Қазылардың жолдың соңына дейін жүр дегені бойынша бай әрі қарай жүріп кетеді. Жолда созылып жатқан қаншықты көреді. Ол қаншық байды сезгенде жоқ, ал ішіндегі күшіктері шәуілдеп үреді. Таң қалған бай: «Қаншық мені сезгенде жоқ, ал ішіндегі күшіктері шәуілдеп үріп жатыр. Бұл не деген керемет?» деп ойлайды. Әрі кетіп бара жатса, тағы бір кереметтерді көреді. Үлкен ағаштың басында бүкіл жер жүзінің жыртқыш құштары жиналыпты. Орталарына біреуі қалғандарының жүнін жұлып отыр. Жұлынған жүннен жол жабылып қалыпты. Бай басқа құстардың ана жауыз құсқа неге қарсы шықпай көніп отқанына таңғалады. Ары қарай ештеңені көргісі келмеген бай көзін жұмып кері қайтады. Бір уақытта дұрыс келе жатырмын ба деп көзін ашса, дәл аузының алдында қып-қызыл алма тұр. Қалай тістеп алғанын өзі де білмей қалады. Алманың ішінде аттың тезегі бар екен. Түкірінген бай енді ештеңе көргісі келмей, көзін қалқалап қазыларға келеді. Қазыларға келіп, өзінің көрген кереметтерінің мәнісін сұрайды. Жолда темір ілгішке ілінген 3 қазанды көреді. Қазандардың астында от бірдей жанып жатыр. Екі шеттегі қазан суға толтырылған. Ортадағы қазанда су жоқ. Ол оттан қып-қызыл болып балқиындеп тұр. Сулары бұрқылдап қайнаған шеттегі екі қазанның шашылған суы ортадағы қазанға түспей, бір-біріне құйылып жатты. Бұл 3 үй қатар тұру мүмкін. Екі шеттегі үй бай. Олар бір-бірін қонаққа шақырып араласып тұрады. Ал кедейді елемейді де, сондықтан оның ішінде байларға өкпесі болады. «Тағы не көрдің? Қасынан өткенімде қаншық сезбеді, ішіндегі күшіктері шәуілдеп үреді. Бұл не керемет?» Бұл дегеніміз ақсақалдар тұрғанда жастар сөйлейтін заман болады. Бұл соның белгісі. «Тағы не көрдің?» Үлкен ағаштың басына бүкіл дүние жүзінің жыртқыш құстары жиналыпты. Орталарында біреуі қалғандарының жүнін жұлып отыр. Жұлынған жүннен жол жабылып қалыпты. Бұл не деген керемет? Бұл бір замандарда сондай бір жауыз шығады. Ол халықтың жағдайын ойламайды, олардың еңбегін пайдаланып қанайды деген керемет. Қазылар байдың бақтың соңына шықпағанын біліп отыр. Сөйтсе де, бақтың соңына шықтың ба деп сұрайды. «Жоқ, әрі қарай жүруге жүрегім дауалмады. Көзімді жұмып қайтып келе жатып, бір уақытта көзімді ашсам, аузымнан дәу алдында қып-қызыл алма тұр. Тістеп алсам, іші толған аттың тезегі екен. Бұл не деген керемет?» Күндердің күнінде сырты жылтыраған, іші сасық адамдар өмір сүреді. Кедейдің ақшасын бер, әйтпесе сен де сондай адам боласың дейді қазылар. Бай кедейді шақыртып алып, «Мен саған 10 түменіңді орнына 20 түмен беремін. Себебі сенің арқаңда мынадай ұлы адамдармен кездесіп, тамаша кереметтерді көрдім». Кедей өзінің ақшасын алып, риза көңілмен ауылына қайтты.